Далее эфир Хабар-24 продолжит брифинг СЦК. Макпал, здравствуйте, вам слово. Спасибо, Диана. Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Бүгінгі біздің баспасөз маслихатының тақырыбы Қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы. Тема пресс-конференции о социально-экономическом развитии Кызылординской области. Қызылорда облысы Арал теңізінің шығысында Сырдария өзенінің төменгі ағысы Тұран ойпатында орналасқан. Оңтүстік шығысында Түркістан облысымен, солтүстігінде Ұлытау облысымен, солтүстік батысында Ақтөбе облысымен және оңтүстігінде Өзбекстан Республикасымен шекараласады. Жер көлемі жөнінен республика бойынша 3-ші орында, халық саны 837 мыңнан астам. Қызылорда еліміздегі күріш өсіретін жалғыз облыс. Әкімшілік орталығы Қызылорда қаласы. Құрметті Нұрлыбек Машбекұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, брифингке қатысушылар, телекөрермендер. Сіздермен кездескенімізге қуаныштымын. Мемлекет басшысы тапсырмаларының орындалуымен Қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық даму барысы жөнінде баяндауға рұқсат етіңіздер. Экономикалық дамудың макрокөрсеткіштері бойынша облысымызда оң динамика қалыптасып, 10 айдың қорытындысымен өңірлер арасында көшбасшылар қатарынан көріндік. Жақында облысымызға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы жұмыс сапарымен келіп, өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуымен танысты. Аймағымыздың дамуына оң бағасын берді. Ағымдағы жылдың 10 айында өңдеу өнеркәсібі 24,2%-ға, ауыл шаруашылығы 2,6%-ға, құрылыс жұмыстарының көлемі 21,2%-ға, тұрғын үй 16,7%-ға, сауда 4,3%-ға, көлік және қоймалау көлемі 8,8%-ға, негізгі капиталға тартылған инвестиция 27,7%-ға артты. Жеке инвестициялар 34,6%-ға өсті. Аймағымыздың бюджеті 609 миллиард теңгеге жетті. Өсім 57%. Облыстың даму бюджетінің көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге артты. Соңғы 10 жылда аймақта мұнай қоры сарқылып, өнеркәсіп өндірісінің көлемі көп жылдар бойы төмендеп келеді. Өнеркәсіптің басқа да өндірістерін дамытуды қолға алдық. Соның нәтижесінде өнеркәсіп өндірісінде оң серпін қалыптасты. Өсім 1,3%-ды құрады. Облысымызда алдағы 6 жылда құны 1 триллион 100 миллиард теңгені құрайтын 65 жоба жүзеге асады. 9 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылады. Биыл құны 14 миллиард 100 миллион теңгені құрайтын 15 жоба іске қосылды. Қабылданған шаралардың негізінде өнеркәсіп құрылымдарында өңдеу өнеркәсібінің үлесі 30%-ға ұлғайды. Былтыр іске қосылған шыны зауыты тұрақты өнім шығарып, өнімнің 70%-ын ішкі нарыққа, 30%-ын Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан елдеріне экспорттауда. Зауыттың негізгі қуаттылығы 197 мың тонна. Зауыт іске қосылғаннан бері жобалық қуаттылықтың 85%-ын игеріп, 167 мың тонна өнім шығарды. Шыны зауытының аясында шағын және орта кәсіпкерліктің белдеуін дамытуға мүмкіндіктер мол. Зауыт жанынан құны 130 миллиард теңгеден асатын 8 түрлі шыны бұйымдарын шығаратын 8 ілеспе кәсіпорын құрылады. Келер жылы жылына қосымша 5 миллион шаршы метр энергия үнемдейтін шыны өндірісі іске қосылып, шыны бөтелкелер және алғашқы айна зауытының құрылысы басталады. Бұл 3 жобаның жалпы құны 32 миллиард 300 миллион теңге. Шыны бөтелкелері жобасын жүзеге асыруға Қазақстан мен Германия мемлекет басшыларының қатысуымен өткен бизнес форумында қол жеткіздік. Құны 1 миллиард теңгені құрайтын әк және құрғақ құрылыс қоспаларын шығару цехы іске қосылды. 2024 жылы аймақта құны 27 миллиард 100 миллион теңгені құрайтын 10 жоба жүзеге асырылады. Мемлекеттік қолдаулардың нәтижесінде жұмыс жасап тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 13%-ға артты. Биыл кәсіпкерлікті қаржылай қолдауға әртүрлі көздерден 42 миллиард теңге тартылып, 3,5 мыңнан астам жоба қаржыландырылды.
Оның ішінде 24 миллиард теңгесі мемлекеттік бағдарламалар аясында қолдау тапты. Мемлекеттік қолдау тетігіне қаралған қаржы өткен жылмен салыстырғанда 20% артты. Қолдау шаралары нәтижесінде шағын және орта кәсіпкерлікке жұмыспен қамтылғандар саны 15,8%-ға артты. Мемлекет басшысының бөлшек салықты енгізу және салықты ынталандыру шарасын қабылдау бастамасын республика көлемінде алғашқылардың бірі болып Қызылорда облысы орындады. Биыл облысымызда 35 мың кәсіпкердің мүддесі қамтылған бөлшек салықтық пайыздық мөлшерлемесі 4%-дан 2%-ға төмендетілді. Жастардың кәсіпкерлік бастамаларына 2,5%-бен 2 миллиард 300 миллион теңге жеңілдетілген несие табысталды. Өндірістік жобаларға басымдықтар берілді. Жыл қорытындысымен шағын және орта бизнестің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 2022 жылмен салыстырғанда 2,4%-ға артып, 21,5%-ға жетті. Халықты жұмыспен қамту, жаңа жұмыс орындарын ашу біздің басты міндетіміз. Жыл басынан бері экономиканың барлық саласында 44.695 адам жұмыспен қамтылды. Ел президентінің 10 мың адамға 100 жаңа жұмыс орнын құру тапсырмасы 11 айда толығымен орындалды. Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 3,5%, жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,8%, өткен жылмен салыстырғанда жұмыссыздық деңгейі төмендеді. Ауыл шаруашылығы өңір экономикасының негізгі саласы. Ауыл шаруашылығына тартылған инвестиция көлемі өткен жылмен салыстырғанда 36,6%-ға артты. Аймақтың табиғи, климаттық және топырақ ерекшеліктеріне сәйкес, ауыл шаруашылығы саласы толығымен суармалы егіншілікке, оның ішінде күріш егістігіне бейімделген. Егін науқанының қорытындысымен әр гектардан 56,5 центнерден өнім алып, қамбаға 503 мың тонна күріш жинадық. Су тапшылығына қарамастан күріш өнімділігі өткен жылмен бірдей болды. Облыстың ауыл шаруашылық саласының экспорттық әлеуеті артып, өткізу нарығы кеңеюде. Соңғы 2 жылда құны 84 миллион ақш долларын құрайтын ауыл шаруашылық өнімдері экспортталды. Экспортталған өнімнің 96% өңделген. Суды үнемді пайдалану үшін тамшылатып, жаңбырлатып суару әдістерінің қолдану аясын кеңейтуге басымдық берілуде. Осы жылы су үнемдеу технологиясын пайдалану арқылы 872 гектарға ауыл шаруашылық дақылдары егілді. Бұл тенденцияны жыл сайын арттырамыз. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында агроғылымды дамыту ең бастысы оны ауыл шаруашылығында іс жүзінде қолдану үшін шаралар қабылдау қажет деген болатын. Аймақта күріштің өзге де дақылдардың жаңа сорттарын шығарып, өнім сапасын арттыру үшін Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының қызметіне басымдық беріледі. Жақында ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен агроөнеркәсіп кешенді ғылыми және инновациялау дамыту саласындағы ынтымақтастық келісімге қол қойдық. Өнімділігі жоғары, өсу мерзімі қысқа күріштің жаңа сорттарын өндіріске енгізудеміз. Ғалымдар бірнеше жаңа сорттарды сынақтан өткізуде. Биыл нәтиже жаман емес. Пилоттық жобадағы сорттар 10 центнерден жоғары өнім беріп, 10-15 күнге орақ егінге ерте түсті. Келесі жылда осы көрсеткіштер сақталса, 2025 жылдан бастап жаңа сорттар қолданысқа енеді. Егіс алқабын әртараптандыру жұмыстары жалғасуда. Суды аз қажет ететін дақылдардың егіс көлемін көбейтеміз. Майлы дақылдар алқабы 13%-ға, мал азықтық дақылдар алқабы 8%-ға, картоп, көкөніс, бақша дақылдар алқабы 0,5%-ға, басқа да дәнді дақылдар егісі 21%-ға ұлғайды. Су ресурстары және ирригация министрлігімен бірге Қызылорда облысындағы суармалы жүйелерді қалпына келтіру жөнінде жол картасын әзірледік. Оның аясында облыста тасқын суларды жинақтау, суды бөлу және есепке алу процестерін автоматтандыру арқылы ирригациялық инфрақұрылымды қайта құру мен жаңғырту шаралары жүргізілуде. Заманауи суды бөлу, есепке алу жүйелерін енгізу үшін халықаралық компанияларды тартудамыз. Сырдария өзені мен Арал теңізіне қатысты жағдай қашанда өзекті. Соңғы 12 жылда солтүстік Арал теңізінің суы 6 миллиард 800 миллион текше метрге азайды.
4 миллиард 600 миллион теңгеге көкарал бөгетін сақтап қалу жобасы іске асырылуда. Ауылды дамыту маңызды міндет. Бұл бағыттағы жұмыстар президентіміздің Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы жарлығына сәйкес жүргізілуде. Оған облысымызға 18 миллиардтан астам қаражат бөлінді. Бұл қаржы елді мекендердің инженерлік инфрақұрылымдарын жаңғыртуға, әлеуметтік нысандар құрылысын салуға, жөндеу жұмыстарына, мамандарды әлеуметтік қолдауға, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға бағытталды. Ауыл ел бесігі аясында 47 ауылдық елді мекендерде 216 жобаны жүзеге асыруға 12 миллиард 400 миллион теңге бөлінді. 157 жоба іске қосылды. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында аймағымызда 404 жоба жүзеге асуда. Дипломмен, ауылға жобасымен 2 миллиард 500 миллион теңге бөлініп, жас мамандарымызға әлеуметтік қолдау көрсетілуде. Ауылдық елді мекендерді дамыту аясында облыста алғашқы рет биыл үлгілі елді мекен конкурс өткізілді. Конкурсқа облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Жеңімпаз 12 елді мекенге күнделікті ел тұрмысына ең қажетті деген заманауи үлгідегі 29 арнайы техникалар берілді. Конкурсты жыл сайын өткізу дәстүрге айналуда. Халықтың өмір сүру сапасын жақсартуды маңызды фактор, сапалы инфрақұрылым баспанамен қамту маңызды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы қазан айындағы сапар барысында өңір үшін маңызды мәселелерге қатысты тарихи шешімдер қабылдады. Бірінші, көптің көкейінде жүрген Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің Ақтөбе қаласына дейінгі аумақты бірінші санатқа ауыстыру болатын. Бұл жөнінде мемлекет басшысы үкіметке мәселені тез арада шешуді тапсырды. Екінші, облыс орталығы Қызылорда қаласын ыстық сумен қамтамасыз ету мәселесі. Бұл да президентіміздің қолдауымен алдағы 2 жыл ішінде кезең-кезеңімен шешілетін болды. Қоғамда жиі қозғалған Қызылорда Жезқазған автожолы президентіміздің тікелей тапсырмасымен қайта жаңғыртылуда. Жоба құны 108 миллиард 500 миллион теңге. Қызылорда аумағына тиесілі 216 шақырым жолдың қазіргі таңда 104 шақырымы аяқталды. Биыл республикалық және облыстық бюджеттен барлығы 38 миллиард 500 миллион теңге бөлініп, ұзындығы 671 шақырымды құрайтын жолдарымыз жөндеуден өтті. Нәтижесінде облысымыздағы жақсы жағдайдағы жолдардың үлесі 87,5%-ға жетті. 2024 жылы сапалы жолдардың үлесі 92%-ға жетеді. Облыс халқының 98,1%-ы орталықтандырылған ауыз сумен қамтылған. Келер жылы 4 миллиард теңгеге ауқымды 4 жоба жүзеге асырылады. Нәтижесінде 2025 жылы облысымызда орталықтандырылған ауыз сумен қамту мәселесі түбегейлі шешімін табады. Облысымыздағы барлық аудан орталығы мен 4 қаламыз, 19 елді мекеніміз табиғи газдың игілігін көруде. Биыл 12 ауылды елді мекенімізге газ кіргізуде. Осылайша өңірімізде тұрғындарды газбен қамту көрсеткіші 75%-ға жетеді. Келер жылы қаралған 4 миллиард теңгеге 12 елді мекенімізді көгілдір отынмен қамтамасыз етеміз. 2024 жылдың соңында газдандыру деңгейі 78%-ға жетеді. Мемлекет басшысының еліміздегі жылу электр орталықтарының жұмысын жандандыру тапсырмасына сәйкес аймақта ірі жоба жүзеге асуда. Президентіміздің қолдауымен Қызылорда қаласында жаңа жылу электр орталығының құрылысы басталды. Егемендік жылдарындағы инвесторлардың қаржысына салынатын ең ауқымды теңдесі жоба жылу электр станциясының құрылысы біздің аймақта бой көтеруде. Құны 215 миллиард теңге болатын жоба 2025 жылы іске қосылады. Бұл электр энергиясын сырттан сатып алудан арылып, өндірілген электр энергиясының бір бөлігін аймақтан тыс жерлерге сатуға мүмкіндік береді. Жылу беру маусымы тұрақты өтуде. Президентіміздің бастамасымен жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында облысымызда 21 мектеп салынады. Облысымызда 1067 әлеуметтік нысандар мен
855 көпқабатты тұрғын үй толықтай жылу жүйесіне қосылған. Осы жылы облыс көлемінде 4171 пәтерді құрайтын 300 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Биыл 2500 жуыққа пәтер табысталып, аймағымызда 11 мыңнан астам жерлестеріміз қоныс тойын тойлайды. Облыс орталығындағы жолаушылар тасымалдау қызметін жақсарту мақсатында өткен жылы 150 дана жаңа автобустар алдық. Биыл қосымша 50 автобус алынды. Қалған 100 автобус жақын күндері келеді. Осылайша облыс орталығындағы қоғамдық көлік мәселесін түбегейлі шешеміз. Қызылорда қаласында 975 миллион теңгеге заманауи үлгідегі автовокзал ғимараты салынуда. Әлеуметтік салада да оң өзгерістеріміз бар. Облыс бюджетінің 61% әлеуметтік салаға бағытталған. Білім саласында 278 миллиард теңге бөлінді. Салада ауқымды жобалар жүзеге асуда. Биыл облыста 4 жаңа мектеп пайдалануға берілуде. Президентіміздің бастамасымен жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында облысымызда 21 мектеп салынады. Жоба құны 98 миллиард теңге. Қазір 10 мектептің құрылысы жүргізілуде. Қалған 11-і келесі жылы басталады. Білімді қолдау қоры есебінен Қызылорда қаласында 7 миллиард 900 миллион теңгені құрайтын физика-математика бағытындағы 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы қарқынды жүруде. Қызылорда қаласында 4 іргелі мектептің жанынан 1850 орынға арналған қосымша ғимараттар салынып пайдалануға берілді. Қосымша ғимараттар салудағы мақсат біріншіден балалардың үйінен мектепке қатынауына жақын, ыңғайлы, екіншіден бюджет қаражатын үнемдеу. Бір жаңа мектеп салуға орта есеппен 3 миллиард теңге кетеді. Ал бірінші қосымша ғимарат салуға кеткен қаражат көлемі 700 миллион теңге көлемінде. Шалғайдан қатынайтын оқушылар үшін жаңа үлгідегі 30 автобус алынды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының Қазақстанда шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу туралы бастамасы аясында қараша айында Қызылорда Қорқыт Ата атындағы университет жанынан Сеултек жасанды интеллект және информатика жоғары мектеп ашылды. Денсаулық сақтау саласына осы жылы 138 миллиард 600 миллион теңгеден астам қаржы бағытталды. Қызылорда қаласында құны 36 миллиард 400 миллион теңгені құрайтын бір ауысымда 100 келушіге арналған емханасы және онкологиялық бөлімшесі бар 300 орындық көпбейінді аурухананың құрылысы басталды. Құны 2 миллиард 9 миллион теңгені құрайтын қан орталығының құрылысы аяқталуға жақын. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында елді мекендерде 27 нысандар салынуда. 15-і жақын күндері ел игілігіне пайдалануға беріледі. Жыл соңына дейін көпбейінді облыстық аурухананың жанынан 70 төсектік перинаталдық орталық халық игілігіне беріледі. Саланың материалдық техникалық базасын жаңартуға 5 миллиард 100 миллион теңге бөлінді. Өткен жылмен салыстырғанда 3 есеге көп. Былтыр 45 жедел жәрдем көлігі табысталды. Биыл 25 санитарлық көліктер алынуда. Былтырдан бастап Қазақстан халқына қоғамдық қорымен әріптестікті нығайттық. Қор соңғы 2 жылда аймағымыздың білім, медицина саласына 4 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлді. Бұл қаржыға облыстық балалар ауруханасы базасында қамқорлық реабилитациялық орталық ашылып, құны 1 миллиард 100 миллион теңге тұратын онкологиялық скрининг жүргізуге арналған 2 жылжымалы медициналық кешен, өзге де денсаулық сақтау саласына қажетті құрал жабдықтар мен дәрі-дәрмектер алынды. Қазіргі таңда шалғай ауылдарда қызмет көрсетуде. Бұл жұмыстар ары қарай жалғасын табатын болады. Осы ретте Қазақстан халқы қорына жерлестеріміздің атынан үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Өңірде мәдениет пен спорт саласында ауқымды жобалар жүзеге асуда. Облыс орталығында 7000 орынға арналған орталық стадион, жабық бассейні бар көп салалы дене шынықтыру сауықтыру кешені салынуда. Аудандарда 2 миллиард 600 миллион теңгеге 11 спорт кешендері салынды. Құны 1 миллиард 500 миллион теңгені құрайтын отбасы орталығы өз қызметін бастады. 3 миллиард 700 миллион теңгені құрайтын 1000 орындық өнер орталығы жақын күндері ашылады. Келер жылы бір мезгілде барлық аудандарда музей, кітапхана, мұрағат, неке қию залы,
ардагерлер және аналар үйі, жастар орталықтары, азаматтық қоғам өкілдері мен тарихи, мәдени, рухани ұйымдарды біріктіретін типтік үлгідегі руханият орталықтары салынады. Балалар мен жасөспірімдеріміздің шығармашылығын шыңдау мақсатында облыс орталығынан келесі жылы шығармашылық академиясы салынады. Қазіргі таңда демеушілер есебінен жобалық сметалық құжаттары әзірленуде. Сыр өңірінің мәдени брендіне айналар Шірік Рабат сақ жауынгері мен Сығанақ қаншайымның алтындатқан мүсіндері облыстық музейге тапсырылды. 9 желтоқсанда бейбітшілік және келісім сарайында осы сыр жауһарлары көрмеге қойылады. Келіп көрулеріңізді сұраймын. Облыста негізгі капиталға салынған инвестиция 2021 жылмен салыстырғанда 52%-ға өсті. 472 миллиард теңгені құрады. Оның 74%-ы жеке инвестициялар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының кәсіпкерлерді патриотизм мен әлеуметтік жауапкершіліктің үлгісін көрсету туралы бастамасы аясында туған жерді бірге түлетейік үндеуін жарияладық. Акцияға өңірдің жанашыр азаматтары қатысып, 37 миллиард 500 миллион теңгенің жобаларын іске асыруда. 3 миллиард 300 миллион теңгеге 630 жобаға жобалық сметалық құжаттар әзірленді. Қорқыт-Ата әуежайының жаңа терминалы салынуда. Жоба құны 20 миллиард теңгені құрайды. Оның 15 миллиард 700 миллион теңгесі Болат Өтемұратов қорының демеушілігімен және жергілікті бюджеттен 4 миллиард 300 миллион теңге инфрақұрылымды дамытуға және абаттандыруға бағытталды. Жаңа терминалымыз келер жылы пайдалануға беріледі. Толық мемлекеттік меншікте. Қазақстан темір жолы компаниясының қолдауымен және кәсіпкерлердің демеушілігімен құны 577 миллион теңгеге Қызылорда қаласындағы темір жол вокзалына қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Қызылорда қаласында 2 миллиард 350 миллион теңгеге заманауи үлгідегі оқушылар сарайының құрылысын бастадық. Келер жылы пайдалануға беріледі. Саутсол компаниясы Қызылорда қаласында музыкалық колледж құрылысын жақын күндері бастайды. Жоба құны 4 миллиард 800 миллион теңге. Қызылорда қаласында жерлесіміз Марат Дүйсенбаевтың демеушілігімен құны 1 миллиард 700 миллион теңге болатын анаға тағзым орталығы ашылды. Жерлесіміз Асқар Аубекіровтің демеушілігімен құны 1 миллиард теңгеге Қызылорда қаласының орталық алаңына қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Облыс орталығында 1 миллиард 100 миллион теңгеге 30-дан астам ескі көпқабатты тұрғын үйлердің қасбеттері заманауи панельдермен жаңартылды. 1 миллиард теңгеге 20 көпқабатты тұрғын үйлердің аулалары абаттандырылды. Құны 1 миллиард 600 миллион теңге болатын 80 спорт ойын алаңдары пайдалануға берілді. Біз облыс орталығынан бөлек жанашыр азаматтардың қолдауымен аудандар мен ауылдарда тұрғындарымызға қажетті әлеуметтік мәдени спорт нысандарының заманауи демалыс саябақтарын салудамыз. Қадірлі ақпарат құралдарының өкілдері, алдымызда айқын міндеттеріміз бен жоспарларымыз жеткілікті. Сыр өңірінің өркендеп даму жолында мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыруда қарқынды жұмыстарымызды ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Егемендігіміз еңселі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Назарларыңызға рахмет. Ендігі кезекті сұрақ жауапқа берсек. Рахмет, құрметті Нұрлыбек Машбекұлы. Это был брифинг СЦК, а мы продолжаем выпуск новостей.